Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және де бүгін біз өткен апта болған барлық жаңалықтар мен қызықты мәліметтер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Шавкат Рахмоновтың жаңа қарсыласы UFC компаниясына қосылған тағы да бір қазақ. Жалғас Жұмағұловтың UFC-ге қайта оралуы және де тағы да басқа жаңалықтар. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы немесе қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен өткен жексенбі Лас-Вегас қаласында өткен UFC Fight Night жайлы айтып кетейік. Комейн ивентте батырымыз Шавкат Рахмоновты жекпе-жек өткізуге біраз рет шақырған Джек Делла Мадалена Кевин Холландпен кездескен еді. Көбісі қызық жекпе-жекті күткенімен екі жауынгер қызықты дым жасамай, тастаған соққылардың тек 10% ғана тиіп отырды. Солай қызық емес жақын жекпе-жекте Джек Делла Мадалена төрешілердің бөлінген шешімімен жеңіске жетті. Сонымен қатар бұл кеште ең жас UFC жауынгері Рауль Росас жекпе-жек өткізді. Раунд басында сол жақ қапталдан соққы тастап қарсыласын бірінші раундта нокаутпен жеңген болатын. Ал жекпе-жек кешін Алекса Грасса мен Валентина Шевченко арасындағы чемпиондық реванш басқарды. Алғашқы жекпе-жекте Грасса Шевченконы 4-ші раундта қылғындыру әдісімен жеңген еді. Жекпе-жек басталысымен Алекса Грасса соққылар тастағанымен Валентина Шевченко біраз рет тейкдаун жасағанның арқасында алға шықты. Екінші раундта Грасса Шевченконы нокдаунға түсіргенімен Шевченко қайтадан тейкдаун жасап өзіне қайта оралды. Үшінші және 4-ші раунд жақын болды. Ал 5-ші раундта Валентина Шевченко қарсыласын толықтай сындыра бастағанымен соңғы 1 минутта қателік жасап арқасын беріп қойды. Солай Алекса Грасса қарсыласына партерде біраз соққыларды жаудырған еді. Дегенімен жекпе-жек төрешілердің қолына кетіп масқара жағдай орын алды. Шиничиро Гамиджа 48-47 есебімен жеңісті Грассаға берді. Ал Сел Диамато 48-47 есебімен жеңісті Шевченкоға берген еді. Ал соңғы төреші 5-ші раундты 10-8 есебімен Алекса Грассаға санап 47-47 есебін шығарғасын бұл жекпе-жек тең деп аяқталды. Мен барлығын түсінемін, бірақ қай көзмен 10-8 деген есепті шығарып отыр. Бұл жерде не нокдаун болған жоқ, не бір ауыр соққымен Алекса Грассадан доминация болған жоқ. Қалай беріліп отырғаны түсініксіз. Алайда бір затқа мән берсек болады. Бұл жекпе-жек Мексиканың егемендігінің күніне өтіп, Мексика елінің жалғыз чемпионы жекпе-жек өткізіп жатыр. Сондықтан неге бұндай нәтиже шыққаны түсінікті шығар. Есімізге Головкин мен Канелоның бірінші жекпе-жегі түседі-ау. Шавкат Рахмонов өзінің твиттерінде мен UFC 294 немесе де UFC 295 турнирінде жұдырықтасуға дайынмын деген болатын. Еске түсіріп кетейік, UFC 294 турнирі 21 қазан Абу-Даби қаласында өтеді. Ал турнирді Ислам Махачев пен Чарльз Оливейра арасындағы реванш басқарады. UFC 295 турнирі 11 қараша Нью-Йорк қаласында өтеді. Бұл турнирді Джон Джонс пен Стипе Миочич басқаратын болады. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Рахмонов қай турнирде өнер көрсетуі мүмкін? Ал бастысы, кімге қарсы жекпе-жек өткізуі мүмкін? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Шавкаттың жекпе-жекке дайын екенін айта салып едік, бірден Шавкат Рахмонов пен Камару Усман арасындағы жекпе-жек UFC 294 турниріне қарастырылып жатыр деген сыбыстар пайда болды. UFC компаниясына жақын сыбыстарға сүйенсек, бұл жекпе-жек UFC президенті Дана Уайтты қызықтырған болатын. Себебі жартылай орта салмақтың чемпионы Леон Эдвардс пен Колби Ковингтің арасындағы жекпе-жек әлі күнге дейін ресми жарияланбаған. Соның кесірінен Дана Уайт жартылай орта салмақ тұрып қалмасын деп Шавкат пен Усман арасындағы жекпе-жекті қарастыруда. Әлі күнге дейін бұл ақпараттың өтірік шындығы анықталмаған. Сол үшін бұны тек сыбыс деп қабылдауымызға болады. Жәнібек Әлімханұлының WBO және IBF белбеулерін біріктіруіне аз қалды. Винченцо Гуальтериге қарсы жекпе-жек 15 қазан Розенберг қаласында орын алады. Бұл жайлы Жәнібектің өзі былай деген: жекпе-жекке бір ай қалды. Дайындық өте жоғары деңгейде. Көңіл күй тамаша. Қазақтың рухы биік болсын. Біздің мақсат қазақ ұлтының өзін-өзі бағалауын арттыру, қазақтың мәртебесін өсіру, сенімділігін ұялату. Біз үлкен жауапкершілікті арқаладық ағайын. Байқап та жүрген шығарсыздар. Біз бұны қазақтық борышымыз деп есептейміз деген болатын. UFC-дің жеңілдеу салмағында жекпе-жектер өткізетін қазақстандық Сергей Морозов кәсіби мансабын аяқтауы мүмкін. Бұл туралы командаласы UFC-дің бұрынғы жауынгері Жалғас Жұмағұлов сұхбатында айтып кеткен еді. Сергейдің UFC-мен 3 жекпе-жекке келісімшарты бар. Шынымды айтсам, Мороз өз мансабын бір жолы аяқтады. Ол қазір мүлде басқа адам. Иә, меніңше ол 100% еш жерде жұдырықтаспайды. Енді тек өзі үшін жаттығып жүр. Жастарға жаттығу барысында көмек көрсетіп жүреді деген болатын. Бәріміз Сергей Морозовтың ислам дінін қабылдап мұсылман болған екенін білеміз. Мүмкін мансабының аяқтауына осы да әсер еткен шығар. Не болса да Сергей өмірде де спортта да нағыз жауынгер. Сәттілік тілейміз.
Бұдан басқа Жалғас Жұмағұлов сол берген сұхбатында UFC-ге қайта оралуы жайлы айтып кеткен еді. Америкаға екінші жорығымды жасағым келеді. Bellator не UFC, қалай боларын көреміз. Мүмкіндік бар. Матчмейкермен сөйлестік. Бірнеше жекпе-жекте жеңсем, мені UFC-ге қайта шақыратынын айтты деген болатын. Еске сала кетейік, Жако ерлер арасында UFC-де жекпе-жек өткізген тұңғыш қазақстандық жауынгер. Әзірге Жалғастың келесі жекпе-жегі Найза лигасында қараша айында өтеді деп жоспарлануда. Қалай ойлайсыздар? Жако UFC-ге қайта оралып, кезінде UFC-ден шығарылып, кейін қайта оралып чемпион атанған Брэндон Морено секілді бола ала ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Fight Night лигасының президенті Камил Гаджиев орта салмақтағы чемпион Владимир Минеевке қарсылас анықтау үшін батырымыз Дәурен Ермеков пен Дмитрий Арышев арасында жекпе-жек өткізуге ниетті. Бұған Дәурен былай жауап берді: Камил, баланың сомасын емес, кәдімгі болатын келісімшартты жібер. Лайықты ақша ұсынсаң, мен де сендерге чемпиондыққа лайықты үміткердің деңгейін көрсетемін. Кейін чемпион Минеевті өтірік соғыс ардагері ретінде зейнеткерлікке жіберем деген болатын. Сүлеймен Промоушнс боксшылары Әбілхан Наманқұл мен Бек Нұрмағамбет 30 қыркүйек өтетін Канело Чарло бокс кешінде шаршы алаңға көтеріледі. Әзірге қос боксшыларымыздың қарсыластары белгісіз, алайда бұл ресми дәлелденген еді. Еске сала кетейік, 30 қыркүйек ақш-тың Лас-Вегас қаласында абсолют әлем чемпиондарының шайқасы өтеді. Сауль Канело Альварес Джерман Чарломен кездеседі. Бұл жекпе-жек жайлы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Қазақстандық жігіт UFC-мен келісімшартқа отырды. Толығырақ айтқанда, Закир Найманбаев UFC президенті Дана Уайттың жаңа жобасы PowerSlap компаниясында өнер көрсететін болады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен мендегі жақсы жаңалықпен бөліскім келеді. Мен UFC ұйымымен келісімшартқа қол қойған бірінші қазақстандық болдым. Атап айтқанда, PowerSlap лигасында өнер көрсетемін, яғни шапалақпен ұрып құлатамын деген болатын. Бұл шапалақ лигасы жайында естуіңіз бар ма? Комментарийде күтетін боламыз. Келесі аптаның соңында кезекті UFC Fight Night өтеді. Бұл картта Қазақстанның жерінде дүниеге келген Рафаэль Физиев Матеуш Гамротқа қарсы жекпе-жек өткізеді. Ал Брайс Митчелл тәжірибелі Денигемен кездеседі. Прелимде Камару Усманның інісі Мұхаммед Усман Джек Каллемен жекпе-жек өткізеді. Осы турнирді сіздер тікелей эфирде біздің Азамат ММА телеграм арнамызда көрсеңіздер болады. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.